Келесі 851 есебіміз кілегей массаның 0,25 май. 3,8 килограмм кілегей неше килограмм май бар дейді. Санның бөлігін табу керек, иә? Ол үшін сонда 3,8-ді көбейтеміз 0,125-ке. Яғни 3,8-дің 0,125 бөлігі қанша болады табамыз. Ол бізде 0,195-ке тең екен. Яғни 3,8 килограмм кілегейдің 0,195-і май бар екен. Келесі 852 есебіміз. Шаруашылық бірлестігінің 70,15 гектар жерінің 5-тен 3-не бидай егілді дейді. Ал қалғандарына бақша өнімдері егілген. Бақша өнімдері неше гектарға егілді дейді. Яғни 70,15-тің 5-тен 3-не бидай. Ол үшін 5-тен 3-ті көбейтеміз, яғни санның бөлігін табамыз. Сонда 70,15 ондық бөлшек түрінде жазатын болса, ол бізде 0,16-ға тең болады. Көбейтіндісінің нәтижесі 42,3 гектар болады. Бұл бізде бидай. Ал барлық жер бізде 70,15 гектар еді. Одан азайтамыз 42,3 гектар бидайды. Сонда қалды бізде 28,12 гектар. Бұл басқа өнімдер болады екен. Келесі 853 есебіміз. Әлібек ойлаған санын 2,15 есе кемітіп, яғни x-ті ойлады, кемітті 2,15 есе. Нәтижесіне 18,125 санын азайтқанда, 18,125 санын азайтқан кезде 13,195 саны шықты. 13,195 саны шыққан екен. Яғни ойлаған санды табыңыз дейді. X бөлінген 2,15-тен 13,195 қосылған 18,125 болады. Сонда x бөлінген 2,15 нәтижесі тең болады 32,2. Енді x тең 32,2 көбейтілген 2,15. Оның нәтижесі тең болады екен 80,15-ке. Сонда Әлібек 80,15 санын ойлаған екен. Келесі 854 есебіміз. Бірінші оператор 1 сағатта шығарманы 0,10-ін, екінші оператор 0,15-ін тереді. Егер шығарманы екі оператор бірлесіп атқарса, 1,125 сағатта шығарманы теріп бола ма дейді. Яғни бірлесіп болғандықтан 0,13-ке қосайық 0,15-ті. Сонда жұмыстың 0,18-ін атқарып бітеді екен. Енді оны бізде 1,125-ке көбейтіп көрейік. Көбейтеміз 0,18-ді. Нәтижесі тең болады 1-ге. Яғни екеуі бір жұмысты полный атқарып бітеді екен. Сонда 1,125 шығарманы теріп бітеді екен. Келесі 855 есептің біріншісін шығарайық. 15,12x қосылған 8,3 қосылған 4,6x қосылған 7,15 тең әріпті өрнекпен әріпті өрнекті, санды өрнекті қосамыз. Сонда 19,18x болады. Ал сандарды қосатын болсақ 15,18-ге тең болады. Тең x санымыз 0,15-ге тең. Орнына апарып қоямыз. 19,18 көбейтілген 0,15 қосылған 15,18 теңге жалғастырамыз. Көбейтетін болсақ нәтижесі 9,9-ға тең болады. Қосылған 15,18 нәтижесі тең болады 25,17-ге. Келесі екіншісін шығарамыз.
19,8 y азайтылған 12,6 y қосылған 4,37 қосылған 3,1 y. Так, y-терді азайтып қосайық. Сонда нәтижесі 10,3 y кетен. Қосылған 4,37 тең y-тің орнына 2,1 санын қоямыз. Сонда 10,3 көбейтілген 2,1 қосылған 4,37 тең болады. Нәтижесі 21 көбейтетін болсақ 21,163 қосылған 4,137 тең 26 болады екен. Бұл бізде екіншісі. Енді үшіншісін шығарайық. Так, жақшаның ішін орындаймыз. 6,5 азайтылған 2,17 x қосылған 13,14 x азайтылған 5,12 x тең. Жақшаның ішін орындайтын болсақ 3,18 x тең. Қосылған екінші жақшамыз азайтатын болсақ 8,12 x тең болады. Тең қосындының нәтижесі 12 x болады. Ал x-іміз 0,17 тең. Орнына апарып қояйық. 12 көбейтілген 0,17 нәтижесі 8,14 тең болады. Семен есебіміз аяқталады. Келесі 856 есебіміз. Біріншісін шығарайық. 18,3 көбейтілген 0,15 азайтылған 5,181 көбейтілген 0,15. Екеуінде де бар санды жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Ол бізде 0,15. 0,15-ті жақшаның сыртына шығарып жіберсек, қалды бізде 18,3 азайтылған 5,181 тең 0,15 көбейтілген екеуінің азайтындысы 12,149-ға тең. Ал көбейтетін болсақ, нәтижесі 6,245-ке тең болады екен. Келесі екіншісін шығарайық. 2,107 көбейтілген 0,17 қосу 2,107 көбейтілген 7,12 тең. Екеуінде де барсан 2,107. Жақшаның ішінде қалды 0,17 қосылған 7,12 тең 2,107 көбейтілген екеуінің қосындысы 7,19-ға тең. Нәтижесі сонда 16,353-ке тең. Келесі үшіншісін шығарайық. 38,16 көбейтілген 1,18 қосылған 1,18 көбейтілген 2,17. Екеуінде де барсан 1,18 жақшаның сыртына шығарып жібердім. 38,16 қосылған 2,17 тең 1,18 жақшаның ішін қосатын болсақ 41,13-ке тең. Нәтижесі сонда 74,134-ке тең екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 10,127 көбейтілген 5,11 қосылған 8,13 көбейтілген 5,11 тең. 5,11 санын жақшаның сыртына шығарып жібереміз. 10,127 қосылған 8,13 тең 5,11 көбейтілген екеуінің қосындысы 18,157 тең. Тең екеуін көбейтетін болсақ 94,707-ге тең екен. Келесі бесіншісін шығарамыз.
2,3 көбейтілген 9,5 азайтылған 7,2 көбейтілген 2,3. 2,3 сан жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Қалды бізде 9,5 азайтылған 7,2 тең 2,3 санын өзін жазып қоямын. Ал жақшаның ішінде азайтатын болсақ 2,3 болады. Ол да 2,3 кетеді. Сонда нәтижесі 5,29-ға тең екен. Келесі 6-сын шығарамыз. 0,4 көбейтілген 5,1 қосылған 6,9 көбейтілген 0,4. 0,4 сан жақшаның сыртына шығарып жібереміз. 5,1 қосылған 6,9 тең 0,4 көбейтілген 12 болады. Нәтижесі сонда 4,8-ге тең екен.